Сәлеметсіздер балалар. Сәлеметсіздер ме балалар? Біз қандаймыз? Бәрекелді балалар. Бір-бірімізді қолдап, ақылменен қимылдаймыз. Жақсы, отыра ғой. Үйге өзің тұратын қалаң, ауылың жайлы шағын әңгіме құрастыруға берген, иә? Солай ма? Дайынбыз ба үй жұмысына? Кәне, кім оқиды? Кәне, ағылың жүз оқиды. Қарағанды өте әдемі көркем қала. Қарағанды маған ұнайтын орындар көп. Қарағанды шахтер қалайды. Шахтер қаласы себебі шахтерлар көп. Қарағанды үлкен қала. Баратын орындар әрқашан қызықты және жаңа. Жақсы, жарайсың. Кәне, әлі оқыш? Менің туған қалам Қарағанды. Ол Қазақстанның орталығында орналасқан. Тарихы мен өндірістік маңызы зор. Керемет қала. Қарағанды көпшілік шахтерлар қаласы деп атайды. Себебі оның негізі көмір өндірісімен тығыз байланысты. Қарағанды өте үлкен және әдемі қала. Ол жердегі орталық саябақты жақсы көремін. Мен қалам жылға көркейіп келеді. Жақсы, отырамын. Жақсы бала. Үй жұмысында барлықтарыңыз орындарыңыздар, иә? Сіздердің алдарыңызда бағалау парағы бар. Аты жөніңізді жазып, әрбір тапсырмаға бір балдан қойып отырамыз, иә? Мен айтып отырамын, сонда жүргізіп отырасыз. Жақсы балалар. Яғни үй тапсырмасы. Өзіміздің тұрған қаламыз туралы айтып өттік, иә? Біз қандай қалада тұрады екенбіз? Қарағанды қандай екен? Саябақтары бар. Қандай қала деп айтады? Шахтер қаласы деп айтады. Жақсы, бәрекелді балалар. Жарайсыздар. Келіңіздер. Бірінші топ отыра ғой. Екінші топ қара ғой. Екінші топ қазағында көшесін. Көшеміз бірінші топқа. Үшінші топ дейік бара ғой. Үшінші топқа көшесін. Міне үшінші топ. Содан біз кім болды? Заттарымызды алып көше береміз, е? Бірінші топқа барамыз. Сіздікі. Бірінші топқа барамыз. Екінші топ бара қоямыз. Үшінші топ. Үшінші топқа барамыз. Екінші топ. Екінші топқа барамыз. Үшінші топқа барамыз. Екінші топ. Үшінші топ. Бірінші топ. Екінші топ. Үшінші. Әкелген. Айдыр екінші. Айдайыр екінші. Жақсы балалар, біз топқа бөліндік. Яғни бірлікпен, ынтымақпен бірге болса, әрқашан біз не істейміз? Алға қарай озып, өзіміздің білімімізді көрсетіп дәлелдейтін боламыз. Ендеше балалар, сабаққа кірісейік. Қараңыздаршы, тақырыпты ашу үшін мына жерге мен мынандай суреттер қойдым. Не көріп тұрсыздар? Қандай суреттер? Қане қол көтеріп, иә? Пойыз. Қандай көліктер? Біз бір-бірден. Айтамын. Трактор. Әкежан. Велосипед, иә? Пойыз. Қайық, қандай айтамын?
жақсы балалар. Бұлардың барлығын бір сөзбен не деп айтуға болады? Дұрыс айтасыздар. Бұлардың барлығын бір сөзбен айтқанда. Көлік түрлері, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз көлік түрлері екен. Ал енді бұл үшін біз сабақтың алдында өзімізге мақсат қойып алайық. Яғни көлік түрлері болса, біздің сабағымыздың мақсаты не туралы болады? Біз нені білуіміз керек? Көлік түрлері ажырата білуіміз керек, иә? Олардың қасиеттерін, қажеттілігі, адамға қандай қажеттілігі бар, соны анықтайтын боламыз. Және көлікке мінген кезде нені білуіміз керек? Өзін-өзі ұстау ережесін сақтауымыз керек. Міне, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осы екен. Ендеше көлік туралы біраз видео көріп тұрайық. Өрт сөндіру көлігі. Полиция көлігі. Такси қызмет көлігі. Велосипед. Тікұшақ. Мотоцикл. Трактор. Экскаватор. Міне балалар, көлік түрлері бар, иә? Бізде Катамаран. міне балалар, көрдіңіздер ме? Көліктің осындай түрлері бар екен. Ендеше бізге көлік түрі, қараңыздаршы. Бұл қандай көлік түрлері? Бұл көліктерді қандай топқа бөлуге болады? Кәне, атайыншы қандай көлік түрлері бар? Кеме, автобус, пойыз. Осы көліктерді қандай топқа бөлуге болады? Қалай ойлайсың? Ал атаңдаршы кәне. Әуе көлігі, иә? Ұшақ. Көлігі жақсы. Жарайсыздар. Міне осындай топтарға бөлуге болады екен. Ендеше біздің Көліктің түрлері туралы адамдар мен жүктерді бір жерден екінші жерге жеткізуге арналған құрал. Көліктер пайдалану орнына қарай бірнеше түрге бөлінген. Солардың негізгі топтары құрлық көліктері, су көліктері және әуе көліктері. Құрлық көліктері жер үстінде қозғалатын транспорт. Оларға автомобиль, автобус, мотоцикл, велосипед, пойыз, трактор сияқты көліктер жатады. Бұл көліктер күнделікті өмірде ең жиі қолданылады. Автомобиль адамды қала ішінде тез жеткізсе, пойыз ұзақ сапарларға ыңғайлы. Су көліктері өзен, көл, теңіз, мұхит арқылы жүзіп өтетін көліктер. Оларға кеме, қайық, катер, паром, желкен қайық сияқты көліктер кіреді. Су көліктерін көбіне жүк тасуға және саяхат үшін пайдаланады. Әуе көліктері ауада ұшып жүретін транспорт. Бұл топқа ұшақ, тікұшақ, дирижабль, әуе шары сияқты көліктер жатады. Әуе көлігінің ең үлкен артықшылығы қысқа уақытта алыс қашықтыққа жету мүмкіндігі. Көлік адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Ол уақытты үнемдеуге алыс жерге жылдам баруға көмектеседі. Көліктің арқасында елдер бір-бірімен байланысады, саудадан өтеді, адамдар саяхат жасап білім алады.
Көрдіңіздер ме? Яғни көлік адамдар мен жүктерді бір орыннан екінші орынға не істейді екен? Тасымалдайды екен. Жақсы, оқулығымызды 49-шы бетті ашамыз. Кәне, оқимыз. Ислам бастасын кәне. Қазір барлық ашылайық. 49-шы бетті аштық па? Ал енді оқимыз. Суретке қараңдар, мені байқадыңдар. Барлығында сізбен қалай атауға болады, оларды қандай топарға бөлуге болады. Жақсы, ислам оқиғасын ары қарай жалғасын. Ерте заманда адамдар бір жерден екінші жерге қатынау үшін түйелеріне жылқыны көлік ретінде пайдаланған. Негізі арбаға жүк тасымалдаған түйелерге дедік артып керуен жолына шыққан. Иә, балалар, көрдіңіздер ме? Ерте заманда адамдар не істеген екен? Нені пайдаланған көлік ретінде? Дұрыс айтасыздар, бір жерден екінші жерге қатынау үшін осы көлік түрлерін пайдаланған екен. Өгізге арба жегіп не істеген? Егін жыртқан мысалы, иә? Жақсы, міне бұл көлік түрлерін. Сонымен неше топқа бөлінеді екен кәне? Тағы бір түсіріп екен, кәне көлік түрлері. Қандай түрлер бар екен? Асты көлігі, су көлігі, жер үсті көліктері бар екен. Жақсы. Енді сіздерге мынандай жұмыс. Көлік түрлері өз жолдарымен сәйкес келтіреміз. Яғни мұнда әуе көлігі дұрыс белгілесек бір балл қойылады. Жер үсті көлігі, жер су көлігі, жер асты көліктерін белгілейміз. Кәне балалар, болды ба? Болдым. Сұрасыңдар? Кәне балалар, болды ба? Жақсы. Жақсы балалар, кәне қарап тексеріп өтейік. Ал бірінші көлік бізде не? Камаз. Ол қандай көлік түріне жатады? Жер үсті көлігі. Келесі. Сүңгуір қайық. Ол бізде су асты көлігі, иә? Су асты көлігі. Сүңгуір қайық судың астында жүреді, иә? Дұрыс белгілендіңдер ме? Дұрыс болса плюс қойып отыр да санаймыз қазір. Кеме. Келесі. Кеме. Қандай көлік түрі? Су көлігі, иә? Су кеме. Судың бетінде жүреді ғой. Келесі. Әуе. Шар. Бұл әуе көлігі, иә? Әуе көлігі. Келесі. Желкенді қайық. Су көлігі, иә? Велосипед. Қандай көлік? Жер үсті. Поезд. Паровоз. Қандай? Темір жол көлігі, иә? Жер үсті темір жол көлігі. Қане, дұрыс белгіледік па? Егер әуе жолы және жер үсті су көліктері дұрыс белгілесек, өзімізге жеке жұмысқа 3 балл қоямыз деді. Қане, өзімізге жеке жұмысқа 3 балл қойып қоямыз. Жақсы оқушылар, енді қараңыздар, сіздерге осындай тапсырма бердім. Маза айтады. Құрастырайық та? Ол жөнінде айтамыз. Ол жөнінде. Не туралы? Ол жөнінде. Кәне. Маза айтамыз. Құрастырмайық дейсіз. 3 балл. Әуе көлігі. Әуе көлігі. Жер үсті көлігі. Қоя қоямыз. Қандай көлік түрлерге? Жақсы ма? Кәне. Қойдық па балалар? Ал кәне. Кәне айтайық. Дайынсыздар, қайта тоқтайық. Ал қайта тоқтайық.
Qanday kөлік түрі? Су көлігі, иә? Су көлігі. Жақсы. Сіздерде қандай көлік түрі? Ал қандай көлік түрі? Бұл қандай көлік түріне жатады? Жер үсті. Әуе көлігі. Жер үсті көлігі. Жақсы, міне балалар, көрдіңіздер ме? Яғни сіздерде су көлігі, бірінші тоқ су көлігі, әуе көлігі, жер үсті көліктері. Жақсы. Жақсы балалар. Кәне оқуға. Тұрып оқуға. Кәне тыңдайық. Кәне балалар тыңдайық. Жақсы. Болды. Тапсырма аяқталды. Кәне тыңдаймыз. Айтамыз. Естілмейді. Аха. Есілді. Келесі. Ағырай. Келесі оқыса жүрді. Келесі бізде пойыз. Пойыз дейді. Қандай көлік түрі? Пойыз. Жер үсті көлігі. Жақсы. Содан кейін? Аха. Жарайсың. Ұшақ. Ұшақ тоқыр. Қазір. Қандай көлік түріне жатады? Ұшақ. Әуе көлігі деп жатады. Кеме. Лейла, айта ғой. Мен кемелейін. Су көлігі кеме. Кеме қайықпен адамдар жүзеді. Иә, кемемен жүкті тасиды, адамдар тасиды. Бұл су көлігіне жатады. Ал сонымен тапсырмамызды өзіміз белгілейміз. Кәне, бірінші автобус бұл бізде жер үсті көлігі. Bir қаланың ішінде адамдар тасиды, бір ауылдан қалаға адамдар тасиды, жүк тасиды деп жазуға болады. Пойыз, бұл қандай көлік түрі? Жер үсті қандай жолда жүреді? Қандай жолда жүреді? Дұрыс. Темір жолда жүреді. Ұшақ қандай көлік түрі? Әуе көлік түрі. Ол өте жылдам жеткізеді. Көлік түріне жатқызады. Иә. Кеме. Су көліктері адамдарды жүктерді істейді, тасиды. Жақсы. Егер барлығын дұрыс жазсаңыздар, әр көлік түріне 1 балдан қоямыз. 4 бал. Егер барлығын дұрыс жазсаңыздар. Қаламды қоямыз. Тақтаға назар аударайық. Қоғамдық көлікте тәртіп сақтамай тұрған балалар. Сурет көрсетіп тұрған. Қоғамдық көліктің ішінде сақтамай отырған балалар бар екен. Сол балалардың нөмірмен атайық. Қандай нөмір дейді? Бірінші номердағы бала. Айғайламаймыз. Ал бірінші бала не істеп жүр? Әлтайыр айтады. Қолын сыртқа шығарып тұр. Бұл дұрыс па? Жоқ. Қоғамдық көлікте олай жасауға болмайды. Бұл бізге қауіпті. Солай ғой? Келесі, екінші нөмірдегі баланы қарайық. Не істеп жатыр бұл балалар? Ислам айтауға не дейді? Қолдарын көтеріп секіріп тұр, жақсы, шулап, иә? Жарайды. Келесі үшінші нөмірдегі баланы не істеп тұр? Әжеге орын беріп жатыр. Дұрыс жасап тұр ма? Дұрыс жасап тұр, иә? Мұнда, ал бесінші нөмірдегі балалар қандай? Бесінші, ал төртінші көрейік. Не істеп жатыр? Жоқ, ол үшінші, төртке қара. Не істеп жатыр? Артына қара. Айғайлап, не істеп отыр? Сөйлеп отыр. Бола ма олай көліктің ішінде? Қоғамдық көлікте. Оны жасауға болмайды. Бесінші нөмірге қарайық. Не істеп жатыр? Мұнда әже тұр, қапқа әжеміз. Ал бала болса не істеп тұр? Көрмегендей болып не істеп отыр? Отыр. Яғни қоғамдық көлікте біз не істеуіміз керек? Өз-өзімізді ұстауымыз керек. Өз-өзімізді ұстау ережесін сақтау керекпіз. Солай ғой? Жақсы. Ендеше.
келген. Ежелгі және бүгінгі көлік түрлерін Вен диаграммасына саламыз. Үшінші топ комикс әдісі арқылы көлікке кіргенде, отырғанда, шыққанда қандай ережелер ұстану керек? Соны жаза қоямыз. Кәне қолданбадай. Ал кәне балалар жазамыз. Жақындайыз. Бүгін көлік Жақсы, бірінші топ болып дейді. Келесі. Жақсы, екінші топ болып дейді. Кәне келе қойыңыздар. Бірінші топ. Қайда, тыңдаймыз. Біз бір-бірімізді бағалаймыз. Сол себептен қосап тыңдаймыз. Ал сіздер көлік түрлерін топтастырдыңыздар, иә? әуе көліктері, жер үсті көліктері, су көліктері. Жақсы, бақтасы жағылды. Әуе көліктерін атай ғой. Әуе көліктері, әуе шар, тікұшақ, ұшақ. Жер үсті көліктері, поезд, машина, трактор, самокат, автобус, велосипед, мопед. Су көліктері, кеме, қайық. Сүңгір қайық, иә? Бұлар су көліктері. Жақсы. Жақсы. Отыра ғой. Келесі, екінші топ. Шпай қалды. ежелгі және бүгінгі көлік түрлерін Вен диаграммаға құрастырдым. Ежелгі көліктерде жылқы, түйе, желкенді қайық, ал қазіргі көліктерде жер үсті
көлігі, машина, жер асты көлігі, метро, ұшақ, кеме. Бұрынғы заманда жерді соқамен жыртты, ал қазіргі заманда жерді трактормен жыртты. Дұрыс айтады. Ерте кезде адамдар немен көшті, немен жүрді көлігін? көлік ретінде жылқы, түйе, бірінші жерден екінші жерге жылқы, түйе мен жеткен. Жақсы. Қазіргі кезде бір жерден екінші жерге жеңіл машина, жеңісті көлігі, ұшақ, метро пайдаланады. Көлік бұлардың ұқсастықтары көлік түрлері адамдарды тасиды және жүктерді тасиды. Дұрыс. Енді мына бір жерде, мына не бізде? Арба, иә? Арба. Бұл қай көлік түрі? Ежелгі ме бұл? Ежелгі. Ежелгі. Сіздер шатыр істепсіздер бұл жерде, иә? Мына жерде жақсы қойсыздар. Отыра қойсыздар. Сақтау керегін жаздық. Автобусқа кіргенде қарт адамдарға, аналарға жол беру керек. Автобустан шыққандан итеріп шықпау керек. Автобуста отырғанда тыныш отыру керек. Музыка тыңдағың келсе, құлаққа киім. Дұрыс. Автобуста отырғанда айғайлап, қатты сөйлемеу керек. Жақсы. Бұл бұлай комикс әдісіне, яғни көлікке, қоғам көлікке кіргенде қандай ережелерді сақтау керектігін жазыңыздар. Жақсы балалар. Жақсы жарайсыздар. Жұмысты өте жақсы орындап жатырсыздар. Бәрекелді. Кәне өзімізді бір бағалап қойып. Қалай бағалаймыз? Қошеметтеп қоямыз. Жарайсыздар. Жақсы балалар, енді қараңыздар. Бүгін біз не үйрендік? Қандай не білдік? Өзіміздің білімімізді қорытындылап кетейік. Кәне, бізге шешенді қайық берілген, әрбір яшыққа сұрақтар берілген. Кәне, сол сұрақтарға жауап берейік. Білетіндеріміз қолымызды көтереміз. Жақсы ма? Шуламаймыз. Не тұрып? Қандай көлік түрі? Айғайламаймыз дедім ме? Ләйлә? Жер асты көлігі. Жақсы. Қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау ережелерін аташы. Кәне, кім атайды? Сезім атасын. Кәне, қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау. Істеу керек көлікке кіргенде, автобуста жаңа айтып қойғандар ғой. Жақсы. Бірінші кіргенде, жақсы. Отырғанда тыныш сөйлемеу керек. Айғайлап сөйлемеу керек. Иә, итеруге болмайды, қолыңызды шығаруға болмайды деген осындай ережелер айтып өткен. Жарайсыздар. Үшінші яшық әуе көліктерін аташы дейді. Кәне, әуе көліктерін кім атайды? Ал мен атаймын ғой, әуе көліктерін. Тікұшақ. Жақсы. Ұшақ. Тағы да әуе, брavo. Төртінші яшық бойынша көлік түрлерін кім атайды? Кәне, көлік түрлері. Қандай көлік түрлері бар екен жалпы? Алия айтады. Қандай көлік түрлері бар екен? Машина, трактор. Бұлар қандай көлік түрі? Сіздерге қазір бес жұмысын таратып берейін. Кәне, оңдай қойып. Тарата қой. Жылдамдатып. Кәне, бір-біріңе жылдам тарата қой. Жылдам тарата қойшы бір-біріңе. Ал, кәне, жылдамдатайық.
Балалар болды ма? Мәне жылда. Балалар болды ма? Ал тексерейік. Кім болды? Жақсы. Болды деп? Болған. Жақсы. Ал кәне тексерейік. Болды ма барлығымыз? Жақсы. Бірінші, автобусқа мініп алдында не істеу керек? Ба, иә? Әрден айтыңдар, иә? Алдымен кім түседі? Дұрыс. Алдымен түсіңдер. Автобусқа мінгенде қалай болады? Кезекпен. Қане бала, кімде дұрыс? Өзімізге плюс қойып отырамыз. Екінші, үшіншіде С, Б, төртіншіде үлкен кісі мінсе не істеу керек? Орын беру, иә? С, белгіледік па? Автобуста не істеу керек? Айқайлап істейік, тыныш отыру. Тыныш отыру. Б, аялдамаған. Жақындағанда не істеу керек? Б, белгілейміз. Дұрыс болса, не істейміз? Плюс қойып отырамыз, иә? Автобуста қанша шығуға болады? Автобуста қандай сөздерді айтып шығуымыз керек? Рахмет. Терезеден дене шығаруға бола ма? Жоқ, бізде автобуста қалай сөйлеу? Жай сөйлеу, жақсы балалар. Дұрыс па? Ендеше өзіңізге белгілеп алып, санап, ол қанша шықты, тестқа жазып қойыңыздар. Өздеріңізге бағалау парағы. Кәне. Жазып қоямыз. Енді қараңыздар, үй тапсырмасы 4 жұмбақ әдісі арқылы көлік туралы жұмбақ құрастырамыз. Мысалы, желде жүреді, бауырлап жатпайды. Шар екен. Көрдіңіз бе? Өтірікке мініп, ол суда жүзді. Осы сияқты не істейсіздер? Жұмбақ құрастырасыздар. Жақсы ма? Ендеше, бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Бағалау парақтарымызды маған тапсырып, нәтижеге келіп, рефлексия көңіл-күйлеріңізді бүгінгі сабақта алған өздеріңізді бағалайсыз. Бірінші тұрған әлі ізденуімін, өте жақсы түсінді, маған сабақ ұнады. Жақсы қоя қояды. Қолмен істейміз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Мен барлығын қазір санап, кейін қазір сіздерге айтатын боламын бағаларын. Жақсы аяқталды, рахмет. Сау болыңыздар.